Ассалаумағалейкум достар. Құрбан айты қабыл болсын. Барлық тілектерің орындалсын. Коронавирус ауру ешқандай үйлеріңізге жоламасын. Бүгін сіздерді қызықты видео күтетін болады. Өйткені біз бүгін айтты үйде қарсы алатын боламыз. Міне үйдегілер стол дайындап жатыр жайлап. Уақыт әлі ерте негізі, қазір қонақтар жақындайды. Үйдегілер уже мал сойған. Менде жаңа сабақ бітіп жатыр. Сіздер өздерің білесіңдер, таңнан кешке дейін сабақ оқимын. Сағат 12 мен 1-дің арасында мен боспын. Сол кішкене бос уақытта үйдегі обстановканы көрсетейін деп едім, құрбан айты кезіндегі. Енді бүгін точно аштық болмайды, бүгін тоже ашқарақтық деген күн болып шығар. Кстати, конкурс туралы ұмытпаңыздар. Сіздерде 15 000 теңгенің арасынан бір 5 000 теңгені ұтып алуға шанс бар. 3 адам 5-5 000 ұтады. Бар болғаны мен артыма тіркеліп, скриншот істеп тіркелген менің инстаграмыма жіберу. Міне менің инстаграм парақшам болды. 23 август күні. Бір айдан аз уақыт қалды ғой енді. Сосын конкурс болатын болады. Ауа райы бүгін бір түрлі андай жаңбыр жауғысы келіп тұр. Но ана шынында действительно білесіңдер, қойды сойғанда андай жаңбыр жауады дей ма, сондайға сенесіңдер ма сендер? Сол енді білмеймін. Бүгін қаншама адам қой сойып жатыр, енді қара аспанға қарашы кәдімгідей бұлттанып тұр. Сендер де осылай балдардың маңдайларына қой сойған кезде осылай қанды жаға ма? Осылай қан жағып қойған бәріне, үйдегілердің бәріне прям. Сәлем берді. Айт қабыл болсын. Қойдың іші шықты ғой кәдімгі, қуырдақтың ба, қуырдақ сойса ма? Чо, бассейн суы қалай? Андай тазартатын бар ғой специально бүйтіп? Сүзбе. Балдар лақып санша бұл. Достар, бұйыртса қазір қуырдақ дайын болғаннан кейін мен бір күшті порция аламын да, смачный. Көшедегі қайыр сұрап отқан бір кісілерге беретін шығармын. Айттың кезінде свежий қойдың қуырдағын жеп кішкене тоже қуанып қалсын, олар да адам баласы ғой енді. Так, достар, мен, короче, в общем, көшеге шықтым. Сосын қазір сендерге айтайын деген, сендерден Қазақстандансыңдар ғой, басқа қаладан болғанымен. Қазіргі уақытта көшеге шықсаңдар, сендер обязательно маска киіп шығыңдар. Кешегі күннен бастап, ол получается 29 июльден бастап, Қазақстанда егерде маскасыз көшеде жүрсең, саған 80 000 теңге штраф береді. Сондықтан обязательно бәріңіз маска киіп алыңдар. Полицейскийлер ұстап алса штрафовать етеді. Былайына міне көшеде ішіп отырып жүрмендер, Құдай сақтасын. Бірақ көшеде жалпы бірақ маска киіп жүрген адам көріп тұрған жоқ мен деген. Бәрі маскасыз жүр. Так, достар, бізде батыста да құрбандыққа мал сояды ғой. Шаяды ғой деп қой, сояды ғой. Сол кезде осы қанды алады да маңдайға жағады екен. Сіздерде мысалы кім мына юг жақтан, оңтүстік жақтан да солар айтып жүрсеңіздер, сіздерде жаға ма, жақпай ма? Әже, қандай ма жағып жүрсің ба? Қанды не үшін жағады бізде, соны айтып жүрсің? Денсаулыққа, амандығыңа, өзіңнің үйшігінің амандығына, бала шағаның амандығына жағу керек. Тек қана бізде де жағамайды? Сау адам несі ғой? Бұл айты ғой. Бісміллә. Осылай қан жағады бізде, в общем. Бісміллә. Саулық үшін да? Саулық үшін, амандық үшін, бала шағаның, өзіңнің денсаулығың үшін, мамаларыңның денсаулығы үшін барлығы. Үйде тұра берсін, шығындап береді. Апарып қойын. Кухня алып қойын. Қазана кішкентай біләліға да жағу керек. Солай, достар, комментарияға жазып кетіңдер, сіздерде қан жаға ма райондарда? Мен район деп пон, сіздің ауданда. Аудан ма? Сіздің облыс жақта, әлде жақпай ма? Қонақтар қайда? Қонақтар қайда? Қонақтар кетті ғой. Болды ма уже? Болды.
Достар, менде әлі сабақ болып жатыр. Сабақтың бітуіне әлі 2,5 сағат бар. Табақтар жетті қалды. Мен қазір енді кішкене ауыз түйіп аламын да сабағымды дальше оқимын. Қатқан қуырдақ жылтып алу керек. Қазы жақсы көремін, қазы жеуге болады. Кім қазы жақсы көреді, тоже лайк басып кетіңдер. Осындай майы аз қазыны. Көркем! Бұндай креветка жейсіңдер ма? Мынау күшті екен, чеснок пен помидор. Бүйтіп қойып, осылайынан жеу керек қой да. Қазының кайфын сезбей қаласың былай. Қазы деген керемет. Так, достар, мынау маған алып қалған бешбармақ, ауыз түйік, құрбан айттан қойдан шалған. Райкуш, мен саған қазір күшті зат беремін. Қара, бұл қойдың құлағы. Осыны сен жейсің бе? Кел, беремін өзім, да кел. Сен аузыңды аш, ам де. Мә? Ашеш? Мә, жейдің. Мә, мұнда кел. Мә, ням-ням-ням, мә. Қара, ам-ням-ням, мә. Ой, жаным, кешеш? Ит воду, мұнда кел. Достар, енді бүгінгі оразаға қатысты мына бір одноразовый посудаларға қазір деген осы бүгінгі айттың қуырдағынан және де кішкене салаттардан күшті қылып, мына кішкене бір-екі фруктан салып, көшедегі бір қайыр сұрап отқан, білмейді айтып ола ма қайыр сұрап отырған деп. Сол кісіге микроволновка жылтып, қасығын салып, нанын салып, күшті қылып беріп, бір қуандырып жіберейік осындай бір священный күнде. Ал енді достар, в общем, мына қуырдақты микроволновка жылтып бердім, кішкене жеміс-жидек және де семгумен, жаңағы баклажан, помидор и бір шелпекті қосып үстінен. Осыны бір кісіге беретін боламыз, бір жанға қуандырып жіберейік. Мысалы, мен қарным ашып, Құдай сақтасын, сондай жағдайға түсіп, бір адам әкеліп берсе, блин, Алла тағала рахмет ететін шығармын. Енді барайық. Бар кезде бөлісу керек, сөйтіп мұсылмандар болғасын. Адамдар бар ма анда? Адамдар бар ма? Жоқ. Тамақ беру керек еді ғой. Тамақ беру керек еді ғой, тамақ. Қалай? Жейтін тамақ соларға. Сонда адамдар бар, қарындары ашқан. Мен ғой. Отырып бере салайын онда бір адам. Әңгіме жоқ. Онда кішкене екі адамға ма бар, тағы да бір. Мен ғой. Сосын Гизат деген бір бар. Отыратын жер жоқ қой, мұнда просто бір жерге отырсақ, лавочка ма, скамейка ма? Жоқ, аулаға. Кетіп аулаға бере салайық. Менде просто анда не знаю, канал бар да, бүгін айт қой. Иә. Сол қарымашқа қарадым, қатарма қайда қоямын. Все. Алыс ба? Міне, келдік. Бізде жаңа мамкалар да маған айтып еді, естесе деп барып ана ауыз түйсін десін. Шекпенек сондай жаңа қазақстан тамақтар ғой. Әңгіме жоқ. Несе дөрге қоя берсең дым болмайды ше. Ешкім қырқып кетсе да алмайды ғой. Бірақ Мына военкоматтың қасында ешкім алмайды ше. Здравствуй. Порядок пришел. Не, короче, на YouTube канал есть. Просто хотел спросить, вы как хозяин же, да, дома? Мамка сказала, это барана порезали просто. Мурдак, шипек положить, людям дать, все. Не будете против? Да нет. Просто им принес покушать, да? Просто я дам и скажу, ага, все, именно. Здесь можешь утро. Пожди. Давайте,
мына жерге қоя салайын камераны. Осы жерге жей бересіңдер ма? Жақсыбай ғой, да? Я атым Жақсыбай болады. Я вот поблизости живу, рядом с КМБ. А там это, дом купили, построили. Құтты болсын, Жақсыбай. Қабыл болсын, Я просто так, я думал, вообще на одного, на двоих, просто чуть-чуть взял. И что, на будущее можно, да, приходить, помогать, да? Да, вот в основном вот ему надо помогать. А вы что, это просто приютили? Колымит, Просто живут, да, помогаете, здесь да? большой запас. Вот надо ему залье тоже. Бахтак, это рыбу, Костя, осторожно, балка. Семга, она. Ну я с таким просто намерен пришел сейчас, ураза, и сейчас с моей стороны неправильно будет. Жақсыбай, інім. Будың Жақсыбай інім Қазақстан. Ақтөйдемін мен. Әкем Ақтөйде Шалқарды білмейтін жасына, Шалқарды екен жерде. Йо, естуіміз бар ғой енді. Шалқардан мына бісміллә деп мен қабыл болсын деп. Болды, мына мусор оставлю, ничего не будет, да? Өзіміз жинаймыз. Жақсыбай, інім. Мен просто бір-екі сөз. Аха, құрбан айт просто қабыл болсын деп жігіттер айтып жіберсеңіз да. Ауыстыңыз братан. Сол жігіттер, достар, осылай ағаларға көмектесуге келдік. Айттарың қабыл болсын. Алдағы уақытта енді адрес буду знать. Киім, миім болса, и что там, одежды. Сюда захвачу, кушать принесу. Я просто искал до этого момента, я вот салтанатқа жақындап жүрдім. Анда жас қазақ бала болып жүрді. Анау киім, миімдер былай беріп, одежда приносил. И что, сюда буду приходить, если появится возможность. Мында, братан, қасық. Ішінде қасық вилкалар бар. Вот, оказывается, поблизости здесь в очереди дневарики, да? Буду иметь в виду все. Все, ладно, жақсы достар. Рахмет сендерге де. Аха, что доверились. Астарың дәмді болсын. Жақсы, аха. Қоштаспаймыз, да? Алдағы уақытта увидимся еще. Аумин, аумин. Все, аха. Так, достар. Это, мына мешіттің қасында да, жаңағы көрдіңіз ғой, орыс кісі, аты Володя екен. Осындай жағдайы жоқ кісілерге баратын жерлер жоқ. Жерге өзінің қорасын беріп отыр. Міне біздің мешіт. Бағана күндіз көрсеттім ғой сендерге. Осы мешіттің қасында сөйтіп өздеріне тұрғызған екен. Барынша Володя көмектесіп отыр. Мен өзім мысалы жақын жерде тұрамын осы жерден. Мен білген жоқпын андай үй бар екенін, көмектесетінін. Енді тамақтарын бердім, кішкене мәз болып қалды. Алдағы уақытта келулер не болады деді. Осыларға енді алдағы уақытта возможность болса киімдерін алып, тамақтарын алып, моншаларын алып барып, кішкене азынша енді көмектесу керек. Білмеймін, өзім бір көмектесіп бір рахаттанып қалдым. Менікі мүмкін бұл да дұрыс емес шығар, енді камераға құтырып отқан сияқты болып отыр, но неге көрсетпеске да, сендерге де үлгі болсын деп. Сол енді оразаларың тағы да қабыл болсын. Арнаға тіркеліп кетіңдер. Давайте.